Ассалаумағалейкум. Түгел лайф YouTube арнасының кезекті подкасты Олимпиадаға арналғалы тұр. Студияға қонақтарды шақырдық. Студияға қонақтар таныстырып жіберейік. Олимпиада туралы айтатын боламыз бүгін. Бірінші қонақ Тұрар Ғабдрашитұлы, спорт журналисті, облысқа белгілі. Екінші Медет Ғалымұлы Оңдағанов, Бәйтерек аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры. Енді Олимпиада басталады көп ұзамай. Олимпиада туралы не айтуға болады, кімнен үміт күтеміз? Таки білем, Телжан Күдеров ағамызбен хабарласып отырсыз. О жақтағы жағдай туралы не айтып отыр? Білетін боларсыз, хабарласып. Ассалаумағалейкум. Біріншіден осы подкастқа арнайы шақырғаныңыз үшін сізге алғыс айтамын. Енді Олимпиада деген 4 жылдықтың басты бәсекесі дейміз. Бұл жерде тек қана спортшылардың сайысы емес, бұл бір жағынан үлкен мейрам деп ойлаймын. Жер жаһанның ең мықтылары жиналады, оның арасында біздің әріптестеріміз де бар. Енді әртүрлі мәліметтер жүр ғой ғаламторда. Алғашқылардың бірі болып, Олимпиада қосынына Қазақстаннан барған журналистердің бірі Телжан Күдеров ағамыз. Енді біздің Телжан Күдеров дегенде өзімнің бала кезім еске түседі. Тәке, өзіңіз де білетін шығарсыз, хабар телеарнасындағы спорт жаңалықтарын асыға күтетін едік. Ол кезде санаулы арна, интернет деген атымен жоқ. Сол Телжан ағамыздың спорт жаңалықтарын үзбей қарайтын едік, соған қарап спорт журналисі болсақ деп армандадық. Бүгінде сол ағамызбен жақсы араласып ақпарат бөлісіп тұрамыз. Кеше сөйлестім, осы түгел лайфқа келем деп, барлық ақпараттарымды түгелдеп алайын деп. Сол кезде айтқаны Телжан ағамыздың, мен қазір Парижде жүрмін дейді. Париждің Олимпиада астанасы ғой енді. Олимпиада басталуға аз қалды ғой, бірақ әлі сезілмейді дейді. Ондай бір аура жоқ дейді. Мүмкін 1-2 күннен кейін барлығы толғасын болатын шығар дейді. Бәлкім жаңағыдай үлкен жарыстар көп өтетін болғасын, оларға онша тартымды да емес шығар дейді. Барлық спортшылар жиналғаннан кейін шынайы Олимпиаданы сезінетін болармыз дейді. Енді Олимпиададан үміт күтетін спортшылар көп қой. Олимпиаданың алғашқы күндері медаль аламыз ба деп үміттеніп отырмын. Енді бірінші өзіңіз білетіндей жаңағы нысана көздеу, садақ ату сайыстары болады, сондай-ақ дзюдо. Біздің ең жеңіл салмақтағы Әбу Жақынова деген мықты дзюдошымыз бар ғой. Әлемдік рейтингте 3-ші тұр ғой. Сол дзюдошы қызымыз қазақ еліне алтын алып береді деп ойлаймыз. Бұған дейін негізі журналистердің арасында да былай әзіл бар ғой, қола қыз деп. Үнемі жарыстарда қола медаль алады көбіне. Өзі де айтқан болатын, осы жол дайындалып жатырмын, Францияға барам, Алла бұйыртса алтын алам деп. Сол енді Әбиба алтын алса деп армандаймыз. Содан кейін енді алғашқылардың бірі болып, жаңағыдай сайысқа түсетін жаңағы Елдос Сметовтан да үлкен үміт күтеміз. 2 олимпиадада қатысты, 2 олимпиадаға. Біреуінде күміс алды, біреуінде қола алды. Тұғырдың 2 сатысында тұрып көрді. Енді алтын алса деп армандап отырмыз. Оның да негізгі ойы солай болар. Біраз жыл спорттан алшақтап кетті ғой, Мәке, өзің білесің. Енді Елдосты біраз күресті ғой, енді ол біраз тәжірибесі мол. Бұл жерде енді ол сәттілік тілейміз. Бауырларымыз әрбір боксшымыз да бар, қандай да болмасын спорт түрімізден барды ғой. Мына жерде просто Елдосқа енді тәжірибе бәрі жетіп жатыр ғой. Бір жақсы бір жерде настрой ғой енді. Салмақ қуудың өзі біраз жас келген сайын салмақ қуу да қиындайды ғой. Әрине. Және Елдостың баруы да қиындау болды ғой. Әуелі Сметовке мүмкіндік жасап жатыр, бапкерлер жағдай жасап жатыр деген әңгіме тарады. Кейін елшілік сайыстар болды ғой. Енді бұл жас өспей ме дейді ғой, енді жастар өсіп жатқаны бізге көрінді де. Ол Елдостың өзінің де бір сұхбаттарында айтып отыр ғой, менің арттарымда бар екен-ау деп. Жаңағы енді 2 бауырымыз бар, солармен бірге жаңағы залдың ішіне арнайы министр келіп өзі қатысып жаңағы прикидке дейді ғой, сондай жасалды ғой енді. Өзіңіз белгілі палуансыз жақсы білесіз қондайды. Ол жерлер енді анық та, нағыз тәжірибе болған, енді артынан өсіп жатқан балдардың өсуі де жаңағы тартысып келген жақсы ғой. Елдостан кейін ешкім орын алмай қалғанда жаман болады ертең. Ізін басатын ізбасарлар бар да. Сайысты жақсы бастасақ, енді жерде енді қазір Олимпиадаға аман-есен жетті. Енді кешеде көрсетіп жатыр, әлеуметтік желіден көрсетіп жатыр. Телжан ағамыз да айтып жатыр, бәрін түсіндіріп жатыр ғой. Мына жерде просто енді әрбір спортшыда бәрі де өзінің бір настройы болады, салмағын қуады. бокс жөнінде айтып тұрған жоқпын әзірге.
былай айтқанда Елдос бауырымызға енді салмақ қуудың өзі бір үлкен ауыр. Ол жерде енді тамақтары енді біздікіндей жаңағы қазы қартасы бар, оның бәрін дайындап жүру керек. Енді былай айтқанда салмақтан уже өткеннен кейін де уже бір жалпы ішінен не кетеді ғой. қалыпқа Одан кейін енді күресін тұр, оның артында қаншама халық тұр, бәрі сенім артып отыр, дайындалады ғой енді қанша дегенмен оңай емес. Енді ол өзі де былай жалпы жақсы күрес жүріп кетсе, ол өзі жалпы шапшаң бала ғой, резкий, шапшаң, сондай бросковой приемы көп. Енді ана жерде енді кілең мықтылар ғой. Бағанағындай өзің айтқандай жеңіс тұғырының оң жағында, сол жағында да болды. Енді ортасында болғым келеді деп өзі айтып жүр ғой. Иә. Сәттілік дейміз енді ол балада. Мысалы Бауырымыз да мықты. былай айтып қоятын болсақ, Абиба мен бізде Ғалия Тынбаева 48-де. Екеуі де Мысалы Ғалия Тынбаева салмақ көтеріп жіберді ғой Азияда да. Салмақ көтеріп жүрген кезде Абибаның да күресі төмендеп кетті. Оны білеміз, бәсекелестік. Ғалияны түсіргеннен кейін Ғалия гранд сламды ұтып алды. Абиба әлемдік рекордқа 3-ке көтерілді. Мына Елдостың салмағындағы Ғұсман, сосын екіншісі Екі Ғұсман ғой, екі сосын ана Серікбаев деген жаңағы Ерқанат па? Ерқанат Серікбаев деген. Сол екеуінің түскені Елдосқа қиын түсті кәдімгідей, иә. Жалпы енді жастарымыз да өсіп жатыр ғой, жасөспірімізде де қазір көптеген неден көрсетіп жатыр ғой. Ол жалпы бәрі сол Елдостың қасынан күресіп шығып жатқан балалар ғой енді. Бір жағы ұстасып жаңағыдай. Енді өскенде жақсы ғой. Қазір енді кейбіреулері дзюдодан бірінші рет кетіп жатқандар бар жаңағы. Олимпиадаға деймін ғой. Кейбір спортшылар болады, Мәке, сөзіңізді жалғайын. Жаңағы елшілік сайыстарда керемет күреседі. Ол тіпті Елдос Сметовті да ұтып тастауы мүмкін Қазақстан чемпионатында. Ондай болады. Бірақ шетелге шыққан кезде білгеннен жаңылады. Өйткені Елдосты ол жаттап алды. Негізгі әдістер қалай жасайды, оң жағымен ба, сол жағымен ба, қайсысы мықты деген сияқты. Ал енді шетелге шыққан кезде жаңағы жапондық балуандар бар, корейлік балуандар бар. Сол балуандарға келгенде қауқарсыздық танытады. Елдостың бұл жерде тәжірибесі көп қой. Көп. Сол күрес, сол салмақта күресіп жүргендердің бәрімен бірнеше рет белдесті. Құтты қателік жібердің ба, уже ұтылдың. Бұл жерде аккуратно бәрі енді мировой рейтингта күресіп жүрген балдар, күнде күресіп жүргенмен де кездеседі ғой енді көкмерларда. Сол жердегі жіберген қателіктерін жібермей жаңағы алға қарай ұмтылу керек қой. Барын салу керек. Бұл енді тек 4 жылда бір келетін олимпиада, ол тек бүткіл күш жігерін салады деген ойдамыз. Енді оны бізде дзюдодағы ең негізгі үміткерлеріміз Абиба мен Елдос деп отырмыз. Елдос деп отырық, бірақ Нұрлыхан Шархан бар ғой? Нұрлыхан Шархан Қызылорда бағасы. Нақты көп күрестерін көрмейміз. В основном баяғы өзіміз танитындарымыз, сосын енді мен өзім де көп жаңағы Елдосты жақсы білеміз де. Оралға бірнеше рет келді, сұхбаттастық. Өзі қарапайым, өзі былай жақсы мына артта жатқан жасөспірім жастарға керемет тәлім тәрбиесін бергісі жатыр ғой. Енді өзі де күрестенде де былай да жүргенде өзінің әрбір қадамы да сөйлеген сөздері де бәрі ешқандай артық сөз жоқ. Жаттықтырушысы да мысалға ұнайтыны жаттықтырушы деп айтып қалыватсың ғой. Алғашқы бапкерін ұмытпайтын жігіт екен. Бірінші бапкеріне сый құрмет көрсетеді. Кейде байқап жатамыз, үлкен жетістікке жеткеннен кейін тұңғыш тәлімгерін ешкім біле бермейді. Ол ауылда жүруі мүмкін, ол дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болуы мүмкін, қарапайым. Сондай жетістікке жеткеннен кейін Елдостың жаңағы бір адамдық бір қасиеті дейміз ғой, алғашқы бапкеріне керемет сый құрмет көрсетті ғой олимпиададан келгеннен кейін мысалға. Ол адамдықтан да алыстан керек сияқты. Бұл жерде адамдық, бірақ бізге керегі оның алтын жүлдесі болып тұр ғой. Ең бастысы болсын. Одан кейін де құрметті көрсетеді ғой. Мысалы, тағы кімді айтуға дзюдодан? Мен мысалы дзюдоға көп қызықпайтын болғаннан кейін. Бізде енді Житкеев болды, мысалы Асқар Житкеев. Болды, мына олимпиадада. Мысалы Максим Раков олимп чемпионы болғанмен олимпиадада ешқашан жоқ болған жоқ. Оның қасында Житкеев, бағжанып кететіндер болатын болар. Енді мен енді қазір дзюдоны көп қонда дейді, мықтылар келіп жатыр ғой жалпы. Осы ескертседі ғой жаңағы олимпиада, олимп чемпионат дегенде. Кілемді көрсетеді ғой. Жақында Асқат Ділмағанбетов келген болатын. Белгілі балуан, грек-рим күресінің шебері. Сол айтады да, подкастқа келіп арнайы әңгіме айтқан кезде жұрттың бәрі олимпиада деп айтады ғой дейді. Негізі қарайтын болсаңыздар дейді, олимпиадаға қарағанда әлем чемпионатында жеңіске жету қиын дейді. Неге дейміз ғой? Әлем чемпионатында күресетіндердің саны өте көп болады дейді.
олимпиадада бірнеше 16 адам ба әр салмақ мысалға сондай таңдаулылар қалады да, ал әлем чемпионатында одан да көп күреседі дейді. Тек олимпиаданың жаңағы психологиялық тұрғыдан қиындығы бар дейді. 4 жылда бір болады, осында жеңіске жету керек, елбасының алдына келесің, кейін елбасының алдына барасың, психологиялық тұрғыда қанша деген көп қой. Әлем чемпионатына былай бара саласың ғой енді, бір екі нелерге кіресің. Енді ол олимпиадаға дейтін. Менің жеке өзім ойым, дзюдодан бір медаль аламыз. Оның біреуін, сол медальді Елдос не Абиб алады, басқаларында енді айтқаным орындалмай қалса қуанамын әрине, бірақ сол бір медаль алсақ та соның өзі үлкен олжа болатын сияқты. Негізі көбірек болған қалаймыз ғой. Әрине қалаймыз. Абиба мен Елдостан басқасының бір алып аралдай жетістігі де жоқ. Әйтеуір еніп кетті. Бірақ көре жатармыз, бәрін кілем көрсетеді. Әрине. Енді татамиде шешіледі ғой. Осы келесі спорт ол біз үміт күтетін ол бокс. Боксшылардың шеті барып жатқан ордар. Қалай ойлайсыздар? Қалай болады? Кімнен үміт күтеміз? Қамшыбектен енді мен шыны керек алтын күтіп тұрған жоқпын. Қола не күміс Қамшыбектен болады. Өйткені Бахадур Жалоловтың қарқыны деген сұмдық қой. Бокстан болады енді, қайткенде де алтын болады деп ойлаймыз енді, потому что әрбір олимпиададан алып жатыр ғой енді. Өзімізден Батыс Қазақстан облысымыздан да алып жатыр, жерден де алып жатыр ғой. Жамбыл облысында да енді қазір таңда бар ғой енді. Сондықтан Асланбек Шынберген Жамбыл облысынан. Енді боксының өзі флаг ұстап жатыр, ел алдында өзі абыроймен кетіп жатқан жерде ол алу керек деп ойлаймын. Енді барын салып. Қамшыбектің салмағында мықтылар көп қой. Жалоловтан да басқа мысалға таң қаламыз. Бұл жерде сосын Американың 17-18 жасар, 19 жасар спортшылар шығады, ешкім білмейді. Солардың өзі мысалға бұл жерде просто сосын Латын Америкасында жеребьевкаға да зависит. Иә. Жақсы жеребьевка түсіп, жаңағы жерден шыға алмай қалуы мүмкінсің. Жаңағы айту мүмкін енді мынау подгруппа жақсы қазір финалдамыз деп. Былай айтқанда, бірақ ішінен олар да дайындалып келеді де. Әрине, ешкім осыған дейін ұтып келген баладан олимпиада ұтылып қалуы мүмкін. Олимпиададан, иә. Ондай да болады енді. Енді бұл жерде толық құрамда бара жатқан санаулы командалар бар ғой. Өзбекстан мен Қазақстан, Өзбекстан деп жатырмыз. Болды, басқа толық құрамға барады. Соның ішінде бір мен енді спорт саласына қызығатын болғасын өзекті өртейтін өкініш бар ғой. Кезінде Бекзат марқұм 2 дүркін олимпиада чемпионы болсам деп армандады, алайда арманы орындалмай кетті. Өзбекстанда 2 дүркін әлем чемпионы болуға үмітті 2 боксшы бар, олимпиада чемпионы болуға. Бахадур Жалолов бар және Хасанбай Досматов бар. Ол да Сәкеннің жолын байлаған жігіт қой, былайша айтқан кезде бағын байлаған. Сосын енді оларда екеуі де бар жатыр. Бұл жерде төрешілік те бар, көп енді бұл жерде. Және үшіншісі Өзбекстанның туын ұстап бара жатқан, білесіз кім екенін? Қазақ жігіт емес пе? Халықов, боксшы. Яғни Өзбекстан Өзбекстан яғни бокстан 3 алтын аламыз деп ойлап тұр. Енді жаңа Хосанбай мен Бахадур бар, оған Халықовқа да тегіннен тегін бермейді ғой. Оның өзіне сеніп отыр. Ал біздің Қазақстан құрамасынан алтын алуға үмітті боксшы ол әрине Сәкен деп отыр қой, Бейбосынов. Енді Хасанбайдың осы жолы бір осал тұсын табатын шығар. Сәкеннің өзі де мықты дайындалдық деді ғой, дайындалдым деді ғой. Асланбек Шынберген, бана шынын айту керек, Шынбергеновке соңғы бір жартылай өз қойма, кәсіп қойма бір бокс болды ғой. Сонда чемпиондар шынында нокаутқа түсіп қалды, иә? Бір соққы жіберіп алды, соған босқа қатысты ма деп ойлаймын да. Не керегі бар еді олимпиаданың алдында? Бізде боксшылардың ішінде енді қай-қайсысы да үміткер, бірақ ол жерде тек қана біз алтынды айтып отырық қой, иә? Алтынды айтып отырық. Шеберлік жеткен жағдайда кейде өткенде Азияда да көрдік қой Асланбекті қалай өлтіріп тастаған. Бұл жерде бокс ең даулы спорттың біріне айналды ғой олимпиададағы. Лос-Анджелесте бола ма? Қай ұйым өткізеді ол белгісіз. 10 салмақты еді, қазір 7 салмаққа түсіп жатыр ерлерді. Қыздардың ішінде Карина мен Назым бар. Назым Қызайбай ғой енді қыздардың арасындағы үміт күтетініміз. Назым Қызайбай десе Ангелина Лукастың аты қатар аталатын болды ғой. Екеуі бір салмақта болып, жаңағыдай ел ішінде бәсекелестік болып, Қазақстан чемпионатының өзінде бір рингтің сыртына шығып кетті олар. Рингтің сыртындағы әңгімелер болып кетті. Енді Назым қазір олимпиадаға қатысады, әлем чемпионы. 2 дүркін. Иә. Үміт артып отқан сол қыз ғой енді. Иә. Енді 3 боксшы қызымыз қатысады ғой, қателеспесем. Иә. Карина, Назым. Карина Ибрагимова да жақсы боксшы ғой. Енді бұл жерде
бір айтып кететін Алып Кариннің жағын айтатын болсақ, ол Азияда да лицензия ұтып алды. Ең бірінші ол болды. Оның дайындалуына ұзақ уақыт берілді. Ал балалардың көбі тек қана Қамшыбек алып келді Олимпиададан, Азиядан лицензияны. Қалғандардың бәрі екінші, үшіншіден. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы тіпті соңғы лицензиялық турнирде Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы кеше қарап отырсақ, бір 2 айдың ішінде бірнеше 10-нан астам жекпе-жек өткізген екен ғой. Олимпиаданың соңғы вагонға ілігіп кетті дейді ғой. Соңғы вагонға ілігіп кетіп тұр ғой. Осы турнирде алмаса жаңағы қалып қоятын еді Олимпиададан. Енді оның бәрі ана жерде Мұхаммед Сабырдан бір алу керек болғасын жерде жіберіп тұр ғой, жаттықтырушылар бәрі енді онда да елдің ішінде болды ғой. жасап отыр ғой, енді бәрі бұл жерге қатыссаң ілгесін деп жаңағы енді ол Дулат Бекбауовпен шыққан көрдіңіз дұрыс ба? қой енді ол. Бекбауовпен әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Көпшілігі Бекбауов барсын деген пікірін білдірді. Өйткені тәжірибесі бар, әлем чемпионатында 2-ші орын алды деп. Сосын мамандардың бір дұрыс шешім болды, жаңағы дзюдодағы сияқты. Өздері шықсын, бокстасын, кім ұтқаны барсын. Өйткені шетелге шыққан кезде бізге оның аты керек емес, заты керек, нақты мықтылар барсын, мықтының мықтысы барсын деп Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы тағы да Қазақстан чемпионы болды оның алдында. Тағы да дәлелдеп өзінің мықты екенін, 63-5 қой салмақ, өзінің мықты екенін дәлелдеп қайтадан барып, жаңағы кубалық боксшыдан ұтылғанмен кейін Олимпиаданың қосымша жекпе-жекте Олимпиаданың жолдамасын алды. Бір ерлік көрсетсе, сол жігіт көрсетуі мүмкін. Мысалы, Азияда да Алексей Луценко, біздің велошабандоз, қарсыласып жатқан жоқ. Жарақат алып қалды деп естідім, рас па екен? Ол жағын мен көрген жоқпын. Ақпарат шалып қалды көзім. Тек топтыққа қатысады деп. Жекелеге қатыспайды деп. Қате болуы мүмкін бе, білмеймін. Бірақ Олимпиадада ол жерде европалық велошабандоздар келеді, Америкадан келеді, австралиялықтар келеді, сондықтан Луценконы Азиядадағыдай бір ерлік болады деп ойламаймын. Әрине. Сосын бізде Тур де Францтағыдай ма? Қиындық болады ол. Ольга Сафронова бар, ол 4-ші Олимпиадасына қатысып жатыр дейді. Туыстау үшін қызымыз. Ең жоғары нәтижесі 19-ші орын ба Олимпиададағы. Одан не күтуге болады жеңіл атлеттерден. Нора Джерута деген өзіміздің қазақ қызымыз бар, Шығыс Қазақстаннан. Нора деген. Енді Ол әлем чемпионатына 2018-де шатыспасам, ана Алтай Атлетикс деген клуб болды ғой. Иә. Соған келіп тіркелді. Серік айтып жүрді ғой, ана жақта 2 қыз жүр, ертең Қазақстан атынан шығады деп мен ойлаймын. Ол қашан шығады. 2018, 19, 20, 21, 22-де тек оған Қазақстанның атынан шығуға мүмкіндік берді. Әлем чемпионы рекорд орнатып тастады. Оған кейін Африка чемпионы болғаны бар. Кенияда енді құрамға кіру деген өте қиын дүние ғой. Содан кейін жаңағы әлем чемпионы болғаннан кейін Олимпиададағы басты үмітіміз Нора деп жүрдік. Онымен жаңағыдай белгілі бір жағдайға байланысты кішкене аяғы ауыр болып қалды. Одан баласы дүниеге келіп, дүниеге келгеннен кейін спортты қояма деп ойлап едік. Онымен қайтадан жандандырып, қазіргі таңда Қазақстанның жеңіл атлетикадағы Олимпиадада орын алады деген басты үміті болып отыр ғой. Және Нораның соңғы жетістіктері өте жақсы ғой. Олимпиаданың жолдамасын алғандағы көрсеткіштер бәрі керемет. Бір өкініштісі, сондай шетелден шақыратын легионер спортшылар Қазақстанда тұрмайды. Оны біздің ана жеңіл атлетикадан құрамадағы жігіттердің, қыздардың өзі танымайды дейді. Мен естідім. Өйткені ол келіп жаттықпайды екен бірге. Кениядан келеді, жарыстарға қатысады, орын алса алады, алмаса алмайды, кетіп қалады. Иә, арнайы белгілі көлемдегі жалақысын алады да, сол Кениясында жүре береді. Ол былайша айтқан кезде бір сәттік нәтиже үшін жұмыс істеп жатыр деген сөз ғой. Егер ол Нора жүрсе, жас балдар, Нораның қасында біздің қазақтың Нұргүл жүрсе, оның қалай қимылдайтынын байқаса, біздің Қазақстанда жүрді ғой ол. Кетіп қалды ғой қазір. Жоқ, Монғолия құрамасын басып берді. Олимпиадаға дейін ол Қазақстан жүрді ғой, Галбадрах. Иә. Ол Қазақстан жүрді. Абиба сонымен күресіп көтерілді емес пе біразға? Иә. Наоборот жасау керек те бізде, наоборот. Соған қай жерде мысалға жаттығады, сол жерге біздің жаңағы Абиба қарындасымыз сияқты тағы да қарындастарымыз солардың қастарында жүргізіп бұл жерде айта кететін нәрсе, мысалы Галбадрах бізде жүрді, өйткені біздердегі залдар болсын, жарыс өткізетін орындар болсын, дзюдо өткізуге ыңғайлы да. Қай қалаға барсаңыз да әйтеуір бір маты біріне ыңғайлы табылады да. Бірақ бізде легкий атлетикалық, жеңіл атлетикалық манеждер де жоқ, жеңіл атлетиканың кез келген облыста оған Нора жаттығу жасайтын. 12 айдың 10 айында олар дейтін басқа жерде жүру керек. Әлемдік деңгейдегі ареналар жоқ. Кениядағылар неге қатты жүгіреді, кім біледі? Әзіл бар емес пе, жаңағыдай арыстаннан қашып.
тез жүгіреді деген сияқты бір қалжыңдар айтылады Біздерде енді ғой. Олардың ғылыми тұрғыда, физиологиялық тұрғыда дәлелдеген ғой мәке. Бізге қарағанда дейді, азиаттарға қарағанда олардың дене бітімдері бөлек болады екен. Жүгірген кезде жаңағыдай сирақтарында бір өзіндік ерекшеліктері бар дейді. Физиологиялық тұрғыдан. Ол жақта тұратын адамдардың климатқа байланысты шығар бәлкім. Алға қарай еңкейіп жүгірген кезде құламайды дейді кәдімгідей. Бізде Иә, сондай кәдімгі естідім мен. жеңіл атлетиканы айтып кеттік. Ольга Шишигина шықты дейсіз ғой тек қана олимпиада чемпионы өзімізде. Олимпиада чемпионы өзіміз. Жоқ, кім бар ғой? Рыпакова бар ғой. ол ана неде емес пе? Ол қарғып секіру. Қарғып секіру ғой. Жалпы жеңіл атлетиканы айтып отқанда Ольга Шишигина 2000 Биіктікке секіру ғой. Ұзындыққа секіру. Иә. Үш қарғып секіру дейді қарғып ғой. секіру. Иә. Ол Қанатты қыз. жалпы Сіздер енді бар ғой. мысалы өзім білмеймін. Интуиция дейміз бе, әлде Түйсігіңіз не қыл деп тұр. ерекше үміт күтіп жүрмін бе? Көркем гимнаст қыз бар ғой, Елжана Таниева деген. Иә. Сол бірдеңеге ілігіп қала ма деп үміттенемін өз басым, білмеймін. Неге екенін білмеймін. Мен оның жетістігінде несте Мәскеу гран-приге бар, тағы басқасы бар. Азияның чемпионы деген 3 дүркін чемпионы, бірнеше дүркін күміс иеленді, қола иеленді Азияда. Бірақ әлемдік деңгейде табандай үлкен жетістік көрсетпесе де, мына Алия Юсуповадан кейін ең болмағанда сол Елжан Таниев 3-ші орынға ілігіп қала ма деп үміттенемін да. Үмітіңізді бірден Білмеймін, өшірейін мен ба? түйсігім ба, интуиция ма? Сіздің түйсігіңізді сыйлаймыз, бірақ мүмкіндік жоқ қой. Ақиқатқа қарайтын болсақ, бұл жерде деген тосынсыйлар өте аз болады гимнастикада. Біз шынын айту керек, қалай бағаланатынын да біле бермейміз ғой. Сырттай қараған кезде бәрі керемет жасаған сияқты, бірақ ана отырған төрешілердің жұмысы деген тіпті микроскоппен қарайтын дүниелерді біліп отырады ғой. Әр жаңағы алдын ала берілген бағдарламасынан ауытқып кеткен жоқ па, қалай орналасты, аяғының қай жерімен түсті деген сияқты күрделілігі. Менің ойымша гимнастикадағы біздің жігіт бар ғой, кім еді? Мелат Карими. Сол Мелат Карими айтсаңыз мен сізге келісем. Ол жігіттен бір жүлде күтуге болады. Өйткені жаһандық жарыстарда ол жүлде жүрген жігіт. Ал жаңағы жас қой, тәжірибесі. Бірінші барып сол алғашқы 2005 жылғы қыз ғой. Алғашқы 10-дықтан көрінсе, ол үшін де үлкен нәтиже болады, тәжірибе болады. Келесі 2028-дегі Лос-Анджелес олимпиадасында үміт күтуге болады. Әзірше ертерек сияқты жаңағы Мелат Каримиден жақсы нәтиже күтеміз. Мен ол жүлде алатындардың қатарына Каримиді қосып отырмын, өзім жеке пікірім. Және көбіне биылғы олимпиадада кішкене жеңілдет деп айтады ғой. Неге десеңіз, ресейліктер қатыспайды ғой, солай ғой. Ресейліктер қатыспайтын арқасында біздің Мейрамбек Қыртбай лицензияға ие болып қалды. Әлде енді көп қой. Ертеңде дзюдодан да біразы болып қойын десе. Сенбеймін бар ғой, өзім енді тікелей жүріп жатқаннан кейін, көріп жатқаннан кейін барлығын олимпиада түгел әлемдік гранд сламдарды қарап тұрған кезде алғашқы іріктеу сындарынан өте алмай жатыр ғой, шыны керек. 10 дзюдошы барса, соның 8-і бірінші, екінші айналымнан құлап жатыр. Баратын сол Әбиба, Елдос Сметов. Ғалия. Сметов шаршап қалмаса, жасының енді біразға келіп қалды ғой, сондықтан шаршап қалмаса, ол алғашқы белдесулерін тамаша өткізеді, көрдіңіз ғой. Соңына қарай жетпей қалмаса физикалық тұрғыдан. Олимпиадаға сосын уже күні кеше болды ғой, былай айтқанда. Жақын сияқты аралары кішкене бір сәл демалыс уақыты бар деген сияқты. Салмақ қуғаннан кейін уже де салмақ қуады, одан кейін кішкене восстановить етеді. Қалыпқа келтіру өте қиын, иә. Көрдің бе, мына жерде кішкене бір жақын аралары. Енді өзіңіз спортшы болдыңыз ғой, Мәке? Иә. Қайта сіз салмақ қуудың қандай қиындықпен келетінін жақсы білесіз ғой өзіңіз. Соның жарты жеңіс деп айтады ғой салмақ қуу. Салмақ түсіріп тастап ертесіне күресе алмай қалған. Несі керек, оны барып қатыстым деген. Осыса ғой Тәке. Шетелде бұл жерде салмақ спорттық медицинаның дамып кеткені. Иә. Қалып бір күннің ішінде қалыпқа келтіреді. Ал бізде спорттық медицина төмен, біздің елімізде оны барлығы айтып жүр. Спорттық медицина төмен түгіл, біздегі облыстағы спорттық диспансер жауып отыр ғой. Оны жауып тастады, оның бір жылдар жауып тастады. Алматыға барып тапсырып келдік деді ғой. Қан тапсыру үшін бұрын біздер өскен уақыттарда енді біз барып жүрдік, жаңағы витаминизация барымызды алып жүрдік. Қазір енді мүлдем жоқ енді оның жастар. Витаминдер қандай? Мысалы өткенде мен кіммен күмісшілігі еркін күрестен Ислам Байрамуков бар ғой, яғни Сиднейдегі. Сол кісімен сұхбаттасып, сол кісімен әңгімелескенде бүйтті да. Жоқ, сұхбат алдым. Сол кісімен әңгімелескенде бүйтті да. Біздің Токиоға біздің еркін күрес шеберлері бір жұма бұрын барған екен. Салмағын қуды, восстановление болды, Токиода тауда жұмыс жасады. Ең бірінші қателік бүйтті да.
біздің балуандар еркін күресті айтып отыр, ол тауда жұмыс жасады дейді. Сосын бір жұма қалғанда Токиоға барды дейді. Токио ол біздің теңіз деңгейінен төмен орналасқан дейді. Токиода біздің балуандарымыз бабында болу үшін жаттығу жұмыстарын Оралда өткізу керек дейді. Тең да бұл биіктік. Сосын тағы айтқаны бір жұма бұрын емес, күресердің алдында 3 күн, 2 күн бұрын бару керек дейді балуандар. Адаптация бір жұмада уже сен адаптациядан өтіп кері кетеді дейді да. Уже бір жұманың ішінде балуанның салмақ қуды, жаттығу жиындарын өткізді. Ұйқы да бұзылады ғой. Сағаттар біздікімен келмей қалуы мүмкін. Балуандардың баруы тек 1-2 күн қалғанда барған дұрыс дейді да ол кісі. 2 күнде аз болуы мүмкін енді. Бару керек, ертерек барып кішкене бір күні өзінің ауа райына сезініп кішкене ұйқысын келтіру керек қой. Біздерде кейбір жарыстарға барасың, сол күні өлшенесің, екінші күн күресіп кетесің. Ондай да күндер болды енді. Қазір енді олимпиада болғасын енді бұл жерде бағанағыдай апта бұрын бара ма, енді қаражат жетсе ғой енді. Енді күрес деп айтып қалып жатсыз ғой. Одан жалқыға ойсайық, сіздің арнаңыз үшін бір тосын сый айтайын, жаңалық айтайын. Осы Түгелбай лайф үшін кәдімгі 100% өзінен сұралған ақпарат. Батыс Қазақстан облысынан еркін күрестен Нұржан Исағалиев барады олимпиадаға. 2-ші нөмір болып барады. Биылғы Қазақстан чемпионы. Өзімен сөйлесіп отырмын, алдыңғы өзімнің спорт тайм бағдарламасына келген кезде маған виза жасатты, бірақ әлі белгісіз деп еді. Азамат Дәулетбектің жаңағы қарсыласы, былайша айтқан кезде осы соңғы Қазақстан чемпионатына Азамат Дәулетбекті қатыстырған жоқ қой. Бұл жігіт біздің Оралдың Бұлдыртының баласы, өзіміздің Қазақстан чемпионы болды. Осының алдында бірнеше жүлдегер атанып еді. Сол жігітті 2-ші нөмір етіп алып баратыр. 5 күні жолға шығамыз деді. Жаңа ғана сөйлестім. Өйткені ол барады, қандай жағдайда барады 2-ші нөмір. Құдай сақтасын, Азамат Дәулетбеков жарақат алып қалатын болса, не болмаса денсаулығына байланысты бір жағдайлар болып қалатын болса, біздің Нұржан Исағалиев күреседі орнына. Ондай мүмкіндік бар да? Иә, әрине. Жаңағы сол салмақта 2-ші нөмір болып барады. Сол жерде дайындығына көмектеседі. Егер жаңағыдай бір жазатайым жағдай болып қалса, Құдай бетін әрі қалсын, Нұржан Исағалиев Батыс Қазақстан облысынан күреседі. Мысық тілеу болып қалғандай болдық қой. Енді келесі олимпиада оның ойлары. Жаңа ғана нақтысын сұрадым. Жаңағы алдыңғы әзірлерде белгісіз деп тұрған 5 күні жолға шығамыз деді. Сіз үшін жаңа өзім подкастымда айтқан жоқпын бұны. Азамат Дәулетбековке жарақат алған тілемейміз, оның жүлделі болған тілейміз. Бірақ бұл біздің қатысқанда жақсы дейсіз ғой, бірақ үлкен тәжірибе ғой. Әрине. Анаяқта аурусын көреді олимпиаданың жаңағы атмосферасын. Жаңа жазып отырмын, базарға алып кел деп. Олимпиададан. Еркін күресті бастап кеткен екенбіз, енді Байрамөковтан бастағасын ба? Иә, Әлішер Ерғалиевтен күтуге болады. Мен енді көп Әлішер күресін көрмедім енді. Ризабекті дымын қалдырған жоқ ол. Иә, бірінші кезеңде Ризабек. Өзіміздің Қазақстан ішінде күрескен. Иә, Қазақстан чемпионатында әлем чемпионы. Қазақстан ішінде бір-бірімен күрескенмен олар Ризабек ұтып атты басында. Басында Ризабек ұтып атты. Сыртында күрессе екен екеуі. Кішкене бір жаңағы төрешіліктердің нелері бар, жаңағы кішкене басқаша болатын еді. Енді ол Қазақстан ішінде күрескесін жайлап кішкене бір бұл жерде ешқандай сұрақ болған жоқ. Әлішердің жеңісіне Ризабек жоқ, енді просто мен енді көпшілігі Ризабекті алып барайық деген әңгіме болды ғой. Ризабек Айтмұқан мықтылығын сол жерде танытады ғой енді. Біз үшін жүлделі орын алған жақсы ғой. Мен енді өзім күресін біліп отқан жоқпын, бірақ бағанағыдай сіз айтқансың ғой, екеуі бірдей Қазақстан чемпионатында күрескесін айтып отқаным ғой. Жалпы енді ол шетел жағында күрессе кішкене бір өзгерістер болады ғой енді. Шетел жағында күресер еді, Ризабек ондай жақта ұтылып қалды ғой. Будапештте жоқ қайда? Екеуі финалға келетін еді, бірақ Ризабек ұтылып қалды. Мамандардың айтқанын естідіңіз бе оған? Ризабек жаңа олимпиадаға жолдама алмай қалды. Әлішер Ерғалиевке спорттық қағида бойынша жол берді, оны мойындау керек. Содан кейін жаңағы жерде күрескенде ода ынта болған жоқ дейді. Олимпиадаға бара алмайды. Сосын сәл босаңсып қалды деп айтып жатады. Енді оны өздері балуандардың өздері біледі ғой. Нақты болған. Жалпы осы еркін күрес пен грек-рим күресінен кімнен жүлде күтуге болады? Мысалы сіз енді есіңізде ма, Катя
қол алып келетін Иә. кезде. Рио олимпиадасы ғой. Иә, соны айтып жүрсің. Оның Рио олимпиадасына барардан бұрын енді барлық спорт саласын бес саусақтай білемін деп айта алмаймын, бірақ спортшылармен жақсы араласам ғой. Екатерина Ларионованы ол кезде топ жарған деген хабарым бар, түсіруге бардым үйіне. Әкесі Алексей Ларионов қой, сол кісі сұхбат алдым сол кісіден. Үйдің ішінде қателеспесем бір 2-3 бөлмелі үйде тұрды ау, ұмытыңқырап отырмын. Сонда бір бөлмесін кәдімгідей боз кілем төсеп тастаған үйдің ішінде. Мына жақтан тамағын ішеді, демалады, ана жерге барып қол босағанда жаттығады. Катяның, Екатерина Ларионованың анандай жаттығын көріп тұрдым да, бір менен пікір сұраған болатын. Сіз қалай ойлайсыз? Катя қандай нәтиже көрсетті деп Приурали газеті. Сол бір әріптесіміз сұрап, құдай аузыма салған шығар. Ларионова қола алады деп айта салдым. Айта салғанда енді ауадан алған жоқпын ғой. Ананың жаттығуын көрдім, оның алдындағы жетістіктерін білем. Содан кейін Олимпиадада шынымен де қола медаль жеңіп алды ғой. Бірінші белдесуді ұтылып қалып көңіліміз түсіп еді, кейін жұбаныш белдесулері арқылы барып қола медаль жеңіп алды. Сол қола медаль үшін америкалық балуан ұтты ғой. Иә. Содан елге оралғаннан кейін Катяның өзіне көрсеттім жаңағы. Менің болжамым осындай болды деп. Ол да өте қарапайым, керемет қыз ғой. Риза болып жатыр. Күйеулес болған екенсіңдер. Әлі де қарапайым ғой. Күйеулес болған екенсіңдер. Көп рахмет. Осы қола мен үшін алтынмен пара-пар деді. Расын айту керек. Бұған дейін біздің облыстың атынан шығып күрескендер бар. Таймұраз Тегеев болсын. Бірақ өзіміздің жерде тәрбиеленіп олимпиадада орын алған Екатерина Ларионова, оның артынан өсіп кеткен қыздарымыз бар қазір. Анастасия Панасович және Зейнеп Баянова. Баянова бару керек еді олимпиадаға. Қазақстан чемпионатында өте өкінішті жағдай орын алды. Кеше Зейнеп Баянованың мен де сөйлестім. Мен күнделікті өмірде спортшылармен байланыстамын. Сол Зейнеп Қазақстан біріншілігінде олимпиадалық іріктеуге кету керек қой енді. Соны ұтқан адам. Қарсыласын 8-0-мен жеңіп жатыр. Баянованың күресінің бір ерекшелігі, ол 8-0-мен ұтып жатырмын деп тоқтап қалмайды. Ол үнемі әдіс жасайды, үнемі алға жабады. Шынын айту керек. Сол бір босаңсып қалды ау деймін. 8-0-мен өтіп отқанда түсіп қалды ғой тазаға. Кеше сөйлесіп отқан кезде өзі де айтады ғой. Анау біздер спортшыларды ұтылып қалды дейміз де, өкінеміз біздер. Сырттан қарап тұрасың. Өзі айтады. Біраз дейді, шынын айтайын дейді. Күйзелісте жүрдім дейді. Ағай, мен депрессияға түстім дейді. 8-0, егер сен әлің жетпей ұтылып қалсаң бір жөн ғой, 8-0-мен ұтылып қалу деген бір 30-40 секунд қалған кезде қандай, былай қарасаң. Соны Зейнеп Баянова олимпиадаға сол өте өкінішті жағдай деді. Кеше әңгіме соққан кезде олимпиадаға әйелдер күресінен бірде-бір спортшы бармайды деді. Иә. О, Эльвира Сыздықова болған дейін. Көзіне кәдімгі жанарына жас үйіріліп тұрды сол сөзді айтқан кезде. Намыс бар ол қызда. Алла бұйыртса 2028 деп қазірден бастап жұмыс істеп жатыр. Сосын Анастасия Панасович, әкесі Беларусь екен, ұлтқа білмейміз ғой, десе де анасы қызы ғой, Ақсайдың. Анасы қазақ дейді. Сол бірақ өзім қазаққа жақындаумын дейді. Сол айтып жатыр Анастасия. Кеше түсірілім жасағанның өзінде де сіздер маған мотивация беріп жатсыздар. Осылай менің атымды аталса, маған бір алға қарай жетелейді. Алда әлем чемпионаты болады, сода жеңімпаз атағым келеді, келесі олимпиадада орын алғым келеді дейді. Енді бізден сол екі қыз менің ойымша 2028-ге алдын ала жүгірмей қойық десе де 2028-де осы біздің екі қыз қатысады және Ларионовның нәтижесін жақсартады деп ойлаймын. Енді бұнда келесі олимпиадаға дейін тоқтатпау керек қой. Иә, жүйелу керек. Мұсабек Нарегиевтің еңбегі ғой жерде. Иә, 12 айдың сол айтып тұрмын ғой, 10 ай сбор, жаңа неде жүрсе, олар әрине жаңа лицензиясын алып береді. Және Анастасияның жаңағы кімнің Зейнептің бір қуанған сәтін көріп қалдық. Біздің бәйге федерациясының вице-президенті бар, және Еркін Григорим әйелдер күресінен Қазақстан облысының құрметті президенті Бауыржан Бегайдаровтың өзі үнемі қарап жүреді. Ол ағамыздың кәдімгі спортқа деген жанашырлығына өзім риза боламын. Кәдімгі олимпиадада сендерге жығысты болсын деп, ана олимпиадада ойыншық береді ғой, ойыншықтар арнайы жүлде сондай ойыншық алып келдім деп гүлімен әкеліп спорт залға келіп табыстап жатыр. Сол жаңағы қыздардың өздері де жеткізіп жатыр да. Бізге кішкентай ғана көңілдің өзі қатты жақсы әсер етеді деп. Сондықтан да мен Бауыржан ағай ешқандай жақынымда, туысымда емес, бірақ қазақтың жанашыры ретінде, спорттың жанашыры ретінде мен өзім ол кісіге қатты риза боламын. Қазақтың әр азаматы анандай етіп жанын салып жүрсе, бүкіл спорт көтеріледі деп ойлаймын. Өйткені кейбір федерациялар бар ғой, аты бар зат жоқ. Бұндай федерация болғаннан кейін ол жұмысын жасау керек ол. Мен федерацияның президентімін деп шалқайып отырғышта отыру бәрінің қолынан келеді. Бірақ нақты
іспен жасау санаулы адамдардың қолынан келеді деп Теге сен ойлаймын. сонда 28-де Настя мен Зейнепті міндетті түрде Олимпиададан көреміз деп отырсың. Мен егер түйсігім жаңағыдай өзім алдамаса, екеуі енді қызға сенген, неге сенгенмен бірдей. Саған онда Телжан ағамыз сияқты бұйырсын сол Олимпиадада. Иә, өмір сұхбатын болғасын бер. енді әртүрлі жағдай болады. Қыздарды ұстап қалу өте қиындау ғой. Енді бір күні бұрымдылардың ойы өзгеріп тұрмысқа шығып кетіп белгілі бір жағдайлар болып қалматпаса, енді Ол да бар, Енді иә. аздап ауытқып кетті десе де біздер бір кісіні ұмытып тұрық бұл жерде айтуға. Ол жүлде таласына міндетті түрде түсетін фавориттердің бірі десек те болады. Ол теннисші Елена Рыбакина. иә, легионер ғой негізі. Иә, Мәскеудің қызы ғой. Оны Уимблдонда туып алды. Өткен Олимпиада 4-ші орын алды. Олимпиада топырақта болады ғой, білесіз ғой, да? Топырақта, бірақ топырақ. Ол негізі көгалда жақсы ойнайтын қыз ғой. Онда разница болуы мүмкін онда. Иә. Мен ойымша Рыбакина жоқ дегенде жартылай финалда ойнай берсін. Егер Австралия ашық чемпионаты өзіңіз күшті финалисті. білесіз ғой, жақсы білесіз, Азиядаға қатыспай қалды ғой. Оларға түсінбейсіз. Оларға мен өзім жеке басым ешқандай өкпе назым жоқ, бірақ кей жағдайда жеке нәтиже үшін жаңағыдай жарыстардан бас тартады. Келесі аптада Ролан Гаррос дейді ғой, мысалға жаңағыдай бір үлкен сайыстар тұратын болса, соған дайындалам дейді де, жаңа Азиядаға бармай қалады. Мысалға бармай қалады. Азиядаға қатысқанда бір алтын соныкі еді ғой. Жарақат дейді, болды. Шынымен жарақат алды ма, алмады ма? Сосын біздің облыстан Олимпиадаға баруға соңғы сәтке дейін үміткер болған спортшыны білесіз бе? Кім екен? Кім? Садақшы Алина Ильясова. Арина Ильясова, Словакияда ғой. Кеше Словакияда емес, Түркі Анталияда. кеше Анталияда Анталия. әлем кубогының 3-ші кезеңі болды. Вот сонда Сол кезде алғашқы үштікте келе жатты. Және садақшылардың былай ғой, олардың тәртібі бойынша түске дейін бір атып тастайсың, жалғасы түстен кейін болады. Сонда Алина түске дейін үздік үштікте тұрды. Олимпиадаға 7 адам барады алғаш. 8-ші орын алды ғой Алина. 8-ші орын алды. Және Алина кеше садақ атудан Мәншүк Мәметов атында халықаралық турнир болып жатыр бізде. Бітті. Дұрыс. Солған барған кезде Алина төрешілік міндетті атқарып жүр екен. Сонда сөйлестім Алинамен. Қалай деп едім, осының алдында Пекин Олимпиадасына да жаңа баруым керек. 4 адам кетті, мен 5-ші болып қалдым деді. Осы Олимпиадада 7 адам кетті, 8-ші болып қалдым деді. Жаңағыдай мен де күйзеліске түстім дейді. Біз түсінбейміз оны. Спорттық психологтар жоқ бізде. Психологтар жоқ спорттық. Ондай болмаған. Бапкер атқарады міндетін. Спорттық психолог болса, ол сөйлесер еді жаңағыдай. Көпшілігі қолын бір сілтеп спорттан кетіп қалып жатқанда сол ғой. Көп қой ондай. Бізде садақ ату мектебі мысалы облыста жақсы ғой. Кім Баннова бар, Пилипенко, барлығы. Ольга Пилипова. Иә. Иә. Барлығы да біздің облыстан ғой. 3 олимпиада ма, 4 олимпиада қатарынан. Оның алдында бірінші садақшылар. қатысқан кім ғой? Бірінші Елена Плотникова қатысты. Пилипова қатысты, Анастасия Баннова қатысты. Иә, Баннова 2 рет қатысты. Сонда кеше мына Алинаның айтқаны енді бұл жерде төрешілердің де шешері көп дейді. Әділ спорт қой, дегенмен де бізде дейді циркульмен өлшейді дейді. Миллиметр ана нысанаға оқ дейді ғой. Былай ғана қараған кезде біздер 2-ші сорт болып қаламыз, расын айту керек дейді. Еуропалық төрешілер болады дейді ол жерде. Қазақстан мен жаңағыдай еуропалық бір садақшы тұрса, Словакия ма, Словения ма, сәл-пәл болса да бүйрегі бұрады дейді. Словакия қызына ұтылып қалды ғой. Сонда ана жерде енді мен нақты шешім шыққаннан кейін ештеңе айта алмаймыз ғой, оны дауласа алмаймыз. Бірақ былай да нәтижені бұрып кетуге болатын кездер болады дейді. Нысанаға екеуі де қадалып тұр, бір миллиметр шешіп тұр да. Былай да бір қоғады, былай да бір қоғады. Алина енді келесі олимпиада деп айтып тұр, енді оны да көреміз енді. Бірақ қиын ғой негізі садақ атудан. Анастасия Бановамен де сөйлестім кеше. Осы подкастқа келеді дегесін баяғы біліп айтайық дейміз ғой, сыртынан әңгіме айтқанша. Олардың құралдары да бәленбаймын ғой былай айтқанда. Бір садақ сөйлескен кезде былай деді. 3 миллион теңге тұрады дейді, 2-3 миллион. Кәсіби садақ. Оңай емес қой. Әркім өзінің садағымен қатысады. Сонда Анастасия Баннованың айтқаны, менде мүмкіндік болды деді бір олимпиадада, кәдімгі кіруге, 16-лыққа, 8-дікке кіруге. Жаңағыдай жағдайлар ғой. Біреуінде тәжірибе жетпей қалды, екіншісінде ауа райы дейді. Ауа райының өзі әртүрлі дейді. Соңғы олимпиадада Мексикан қызына ұтылып қалды ғой Баннова. Олар сол құралмен күні-түні жасау керек те. Күні-түні дегенде біз ойлаймыз ғой, барып садақты қояды, атады деп. Оның жаттығулары деген. Олар тек манағы жарыстың алдында бір пайдаланатын бар, потому что қымбат дүние ғой енді. Жоқ, оларда мысалға Алина Ильясова
осы 5-6 ай көлемінде Оралда болмаған сияқты. Мен Инстаграм желісін үнемі қарап отырам, жақсы араласатын болғасын. Сонда стористеріне салып тұрды, Кореяда жаттықты олар. Корея мықты ғой, енді кезінде олимпиададан мықты орын алған кезде қалай жасаған десек, мына олимпиаданың садақ ататын нысанды өздері салған екен Кореяда. Тап сондай етіп, нысана қойып, сосын күн сайын сол олимпиадалық жаңа ғимаратты атып, тап сол өзінің жаттығу залына келген сияқтысың ғой. Тап сондай жерге келіп атқанда орын бірінші орын алған. Өйткені оның күнделікті жаттығуы сондай жерде жүріп жатыр да. Көшіріп салып алған ғой, болды. Былай қарасаң, не деген дайындық, а? Георгий Шейко да соңына дейін таласты, Ирландияда болмай қалды. Шейко енді шынын айту керек, қатысқан. Жасы да келді. Жасы да келді, ол жасы Шейко ол спорттық жүріс деген өзім көп түсіне бермейтін спорт, шынын айтайын. Бір қарасаң жаяу баратқан сияқты, бір қарасаң жүгіріп батқан сияқты деп бір досым айтып еді. Жүгіріп кетпеу керек деген сияқты талаптар бар ғой, оның әрқайсысын бағалап отыр. Шейколардың қатысқанда үлкен жетістік бар еді. Дирген ұпта қатысады деді жаңағы. Енді біздің басты үмітіміз Мария Бравкова. Әрине, жалғыз Бізде спортшы. мысалы облыстан осы кезге дейін олимпиадаға қысқы, жазғы барлығын қосқан күннің өзінде 34 спортшы ғана қатысқан екен. Анау 94 жылдан Таймыраздарды қосыпсыз ба? әрине қосасың оны. Тегеевтерді. 34 спортшы, оның Даниярды қоспаймыз, өйткені ол алтын алған кезде Астананың спортшысы болды. Таймыраздың несін тартып алды, МОК халықаралық олимпиада комитеті. Сонда 2 спортшы ғана жүлдегер болған. Біреуі Катя, екіншісі грек-римнен. Еркін күрес шебері Гаджиев. Гаджиев, екі қола бар тек қана. Гаджиевте біздікі емес қой. Оның біреуі өзіміздікі, біреуі шешілді. Алла бұйыртса Нұржан Исағалиев шығу керек. Ешкімдікі де емес. Өзіміздің сырымның жігіті. Бровковда не күтуге болады? Әлем кубогының Бравкова ма? Иә, жеңімпаз. Бровкова дейді енді, Телжан ағам. Бравкова ғой екен негізі енді. Оның енді анасымен бәрі бірге қасында жүрген бар. Әрине. Ол енді ол жерде нәтиже көрсетті. Мәке, сіз айтыңыз, мен көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Сіз енді бәрін білесіз, біздер енді білгесін айтамын ғой. Енді ауданда бірге жаттығу жасадық, анасын білесіз. Жалпы білем ғой. Мен Мария қарағанда анасын жақсы танимын деп бастасам әкем. Көріп жүр қой. Бір осы ойлайсың ауданға жасөспірімдерге келіп таныстырып жаңағы. Енді көбі білмейді ғой, енді кейбір жастар вообще білмейтін де шығар. Біздер енді жаңағы көріп біліп жүргесін. Ол жастар да білген жақсы. Ол спорт түрін бізде тек қана бір жерде дамыған ғой енді. Тек қана Оралға. Иә, былай қарағанда айналамыздың бәрі су ғой, былай айтқанда. Бір жерде алып Су туралы әңгімеден жаңа кетіп келе жатыр едік. Жалпы енді көктемдегі су еске түсіп кетті. Анасы болғасын өзінің енді ары қарай барын салып бір жүлделі орын алса жақсы ғой. Жастар арасында әлем чемпионы, әлем кубогында жеңімпаз атанды. Азияда да жүлдегер. Және өзі деген бір жолы болғыш қыз ғой. Бір жақсы бір нәтиже көрсетіп кетеді. Көп жас. Еңбек қой енді біріншіден, әрине еңбек, спортшы, мықты спортшы. Бұл қыздың бір артықшылығы жас қой. 18-де ма, нешеде жасы? 18-19 шамасында ғой. 20-ға толған бар енді. Тола қоймады сол. 18-19-ның айналасы болар. Өйткені жақында ғана осы мектеп бітіргенін білемін, осы 1-2 жыл туысында. Сонда бұнда бір қасиет барлық жағынан, бойы да, қолы да бәрі де ұзын біріншіден. Екіншіден жастық жігер тез қалыпқа келеді ғой. Қарсыластарының көбін қарайтын болсақ, 25, негізгі қарсыластары 30-да, 35-те, 28-де екен. Оның ба? Иә, негізгі қарсыластары. Бұл жастық жігермен алып кетуі де мүмкін. Ол Руфина деген Шымкенттің қызымен парныйдан екен. Иә. Жастық жігермен енді алып кетуі мүмкін бұл. Бравковадан бір қола деп күтеміз ғой. Қола медаль деп алтын алу қиындап шығар енді. Енді қалай ойлайсыздар жалпы? Мәкенің ойын біліп жүрек. Жүлдегер болу керек қой енді, қалайда біз үшін жүлдегер болған жақсы енді, ұтып кетіп жатса енді одан да күшті керемет қой. Мысалы, айттым ғой, 94-тен 2024-ке 30 жылдың ішінде бізде тек 34 спортшы олимпиадаға қатысқан. Оның екеуі жүлдегер, біреуінің жүлдесін тартып алды, біреуінің жүлдесі Астана антына жылып кетті. Ең көп делегация жібергеніміз Лондон 2012. 7 кісі барды біздің облыстан. Биыл тек қана бір адам. Ол жақсы нәтиже ме, жалпы әлде төмен нәтиже ме? Алматы, Шымкент, Астаналарды қоспағанда облыстардың өзінде біздің Батыс Қазақстан төмен орындардың бірінде. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Жеңіс Нығметуллинмен сөйлескен болатынмын. Барлық аймақтар олимпиадаға баратын спортшыларын шығарып салып жатыр ғой.
біз қашан шығарамыз деп сұрадым енді. Ол кісі өзі хабарласып айтты, анасымен сөйлесін деді. Бірақ ол Оралға келмейді екен деді. Сол жақтан кетіп Жаңағы оқу жаттығу жиындары бар, сол жақтан кетеді екен деді. Енді бір спортшы жаңағы негізінен үміт артқаны, расын айту керек, нәтижеге қарап 2-3 спортшы ғой, Алина алады деп ойлады. Барлық жағдай жасады ғой оған, ол қызға. Қазақстан ұлттық құрамасының негізгі мүшесі ғой, бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы. Алина алады деді негізі. Сосын Мария Бравкова, үміт күткеніміз сол ғой. Кімнен күттік, соның ішінен Мария Олимпиада алды. спорт түрлерінен тек қана сол екеуі ғой, қалғандарынан нәтижесі де төмен болды. Нұржан Исағалиевтің баратқанында бәлкім Олимпиаданы көзбен көріп қайтуда жаңағы тәжірибе ғой екен. Менің ойымша енді әрине бір спортшы қатысу деген ондай жақсы нәтиже деп айта алмаймыз ғой. Дегенмен де бірде-бір спортшы бармай жатқан аймақтарға қарағанда Қостанай бар, Маңғыстаудан бірде-бір спортшы бағаны мені таңғалдырып тұр. Иә. Ең облыстан, Астана, Алматы, Шымкентті қоспағанда, облыстардан ең көп делегация жүріп отқан. Садақ атудан ерлер құрамасы қатысады, білесіз ғой. Иә. Барлығы Жетісу облысының спортшылары ғой. Иә. Бұл жерде 2012-ден бері дейді де, жаңағы айтып отыр ғой. Неге деп отыр ғой, жаңағы 12-де осындай. 2012-де Мәке шындықты шырылдатып айтыңызшы. Енді бұл жерде просто басшылықтардан да бар деп айтуға болады. Негізі ауысып кете береді, басқа басшы келеді. Жаңағы Марияны білмейді, қайда жүрген, жаңағы Бравкованы. Енді басқа да жаңағы спортшыларымыз қай жақта жүргенін білмейді. Енді былай қарағанда Олимпиадаға құттай қалады, басшымыз осы жібереді. Сонымен алысып жұлысып жүргенде банағы спортшымыз қайда жүргенін білмей қаламыз, не жетпейтінін білмей қаламыз. Ол мысалға дейтін жаңағы құттай қалды алуға дейміз, бірақ ол кісімен танысып міне деп жатқан кезде жаңағыдай жарыстардан қалып қояды, қаражат жетпей қала ма, или бір сондайлар болып қалады ғой. Біздерден де 12-ден бері, 13-ден бері қаншама басшы ауысып кетті былай айтқанда. Бір олимпиададан келесі олимпиадаға дейін бір басшы болса, бәрін біледі ғой, өтір нүктесін біледі ғой. Спорт министрлігін айтыпсыз ба әлде облыстық басқарма? Облыстық деп отыр. Мен бізде мына 12-ден бері деп тұр ғой енді. 12-ден ең көп қатысқан 12 ғой сол. 12-ден кейін уже бізде жоқ деп тұр ғой, жаңағы біреу бар, 5-еу, 7-еу. Иә, сондай болып қалған. Төмен түсіп баратық деңгейіміз негізі қарап отырмын. Неге? Потому что өйткені қазір легионер ауысып кетуі де азайған жаман шығар бәлкім. Ауысып кетулері де жаман ғой. Міне біз ауданға барып, міне әбден шығарып жатамыз. Ол біздің облыста емес мәке, жалпы Алмат Кебіспаев келді ғой мен хабарыма. Грек-рим күресінен бірнеше дүркін, 5 дүркін ба? Қола жүлдегері ғой. Иә. Жүлдегері әлем чемпионы. 5 дүркін ба, 4 дүркін ба? Бірнеше дүркін, 3 дүркін әлем чемпионы деймін, қателеспесем. Әлем чемпионы атанды ғой Алмат Кебіспаев. Иә. Сол жаңағыдай Алмат Кебіспаев белгілі палуан, енді нақты спорттық жетістігін қате айтып қойып жатса кешірім сұраймыз. Сол Алмат Кебіспаевтың айтатыны бар. Бізде дейді, жаңағыдай белгілі бір жүйе жоқ дейді. Елдің өзінде, Қазақстанның өзінде 4 жылдық цикл дейді мысалға. Ол 4 жылдық жүйе бойынша алғашқы жылы мынандай жұмыс жасалу керек, екінші жылы мынандай жұмыс жасалу керек, үшінші жылы мынандай жұмыс жасалу керек, олимпиаданың алдында мынандай жұмыс жасалу керек деп белгіленбейді дейді. 2-3 жыл жаңа Мәкең айтып отқандай, қай спортшының қайда жүргенін ешкім білмейді дейді. Сосын 1 жыл қалғанда анау қайда деп жинап шақырып алады да аузына бүкіл витамин тығады дейді әкеліп. Сен 1 жыл қалғанда аузына қандай витамин тықсаң да ол орын алмайды дейді. Оның соны айтады, мысалға өзінің жанын. Кезінде қысқы спорт түрінен де Ажығалиев Абзал да айтты ғой. Былай айтқанда қысқы спорттың әңгімесі мүлде бөлек қой енді. 6 ай қалғанда тек жаңа оянады дейді. Былай қарағанда енді министрлерімізді жыл сайын ауысып жатады ғой. Спорт министрін жыл сайын ауыстырып жібереді. То былай дейді. Біресе мәдениетке қосады, біресе мәдениеттен алады дейсіз ғой. Қосады. Енді бір жаққа тірелу керек қой. Түк етері біздегі жүйесіздік. Біздің жеке пікіріміз ғой енді. Жоғарыдан басталады. Кінәламаймыз дегенмен де өзіміздің ойымыз Мәкең екеуміз. Ол енді өзімізде спортшы болдық, әйтеуір бір министрлерді былай біліп жүреміз ғой, бір министрлерді танымай қаламыз вообще. Келеді кетіп қалады жаңағы. Тіпті көріп үлгермейміз, ауысып кетеді. Сол сияқты облысымызда бір арада бір басшы қалыптасып қалса, жаңағыдай бір не болады, нәтиже болады деп ойлаймын. Ауыстыра бергеннен ештеңе көріп тұрған жоқпын мен жерде. Бір жаңағы спортқа жақын жаңағы жүрегін бұйырып тұратын адамдарды қою керек те. Жаңағыдай нақты жұмыс жасау керек. Нақты жұмыс жасау керек. Оны қазір ол кісіні алып тастаймыз ертең. Одан тағы басқа кісі келеді. Оны алып тастаймыз ертең. Олимпиада бітеді, тағы алып дейді министрді ертең. Жаңағыдай ғой енді. Ал күні кеше қойылды дейсіз. Енді қазіргі министріміз мырза болсын ба? Өзіміздің енді жас жігіттер ғой күрескен. Ертең Олимпиада бітеді, оны алып тастайды.
сіз енді олимпиададан нәтиже шамалы болады деп болжап отқан сияқтысыз жоқ енді Алты жалпы айтамын ғой қарағанда. енді білмейміз ғой енді бірақ сөйтіп облыстан өзбекстанмен салыстырамыз ғой өзіміз. Өзбекстан көп алтын алып кетеді ау деп. алып кетеді ал қарасаңыз Өзбекстан өздері бізбен жарыспайды екен негізі. Айтады ғой негізі. Біздер екен жарысып жүрген. жоқ қазір дзюдодан да өзбектер мықты. Жоқ, түсініп тұрмын ғой. Өзбекстанның журналистері жаңа жазғанда айтады да, біз сіздермен жарыспаймыз, өздеріңіз ала беріңіздер онда дейді. Біздікілер болады да, өзбектерден қалып қойып, бір өзбектерді екінші сорт сияқты көреміз. Өзбек деген бізден де саны да көп. Былай қарасаң мықты спортшылар бар. жайлап жаман болмайды ғой. жайлап қырғыздар шығып кетеді. Қырғыздың палуандары Ақжол Махмудовтар қалай? Махмуд Айпері бар. Пока біздер Ақжол Махмудовты кіммен? Бізден қатысады Демеу Жадыраев қой, иә. Демеу Жадыраев жаңа көріп қалдым, алдын ала бір бөліп тастаған ғой. Жаңа әлеуметтік желіден байқап қалдым. Егер алғашқы қарсыласын ұтса дейді, екінші айналымда Ақжол Махмудов па жаңағы Қырғызстанның бір мықты балуанымен түседі екен де. Жүлде жоқ па? Жұбаныш белдесуі бар. Ақжол Так. Біраз әңгіме айттық. Енді тағы бір кісіні ұмытып бара жатырмыз. Мысалы, Асем Орынбай. оқ ату. Оқ ату. Мылтықпен да. Стенд ату. Бірақ оның Азияда да алтын алғандағы дисциплинасы олимпиадада жоқ. Сондықтан Асем Орынбай бір үлкен жүлдеге ілігеді деп ойлайсыздар ма? Ол соңғы сәтте алды ғой жолдаманы. Біріншісі соңғы сәтте алды, екіншісі. Соңғы сәтте жолдама алды. Енді ол жерде ауа райы көп нәрсе ойнайды. Жаңағы жел, күн, ылғалдылық, сол өтетін жердің жаңағы өзіне тән ерекшеліктері, қаруын айтпағанда. Енді садақшыларды да, мылтықпен ататындарды білесіз ғой, әркім өзінің қаруымен барады ғой. Ол жерде. Бәрін сол жерде менің ойымша көп нәрсені жаңа ауа райы шешетін сияқты, және Әсем Орынбай алғашқы 10-тықтан орын алады деп ойлаймын өзім. Тамамен 9-8 енді сәуегей болмай ақ қояйық. Ең жақсы болжам біткеннен кейінгі айтылатын болжам ғой негізі. Дегенмен де алғашқы 3-тікке кіре алмайды деп ойлаймын. Өйткені Азияда бөлек, Еуропада қатты дамып кеткен бұл спорт түрі. Ал неше? Қатты дамыған. Елнұр Әлімжанов, Елнұр. Семсерлесу. Семсерлесу ма? Командалық сында биыл бірінші рет. Командалық сында семсерлесуден біздің Қазақстан құрамасы жақсы келе жатыр. Әлем чемпионаттарына, кубоктарында тіпті 3-тікке таласып жүр ғой бұл жігіттер, қыздар. Сондықтан да олардан бір ерлік көрсете ме деген бір тәтті қиял бар ғой. 3-тікке кіріп кетуі мүмкін, бірақ енді білмеймін, нақтысын айта алмаймын. Елнұр Әлімжанов өзінің ең бірінші қатысқан Лондонда ма екен? Олимпиадасында 9-шы болды да. Одан кейін 2 цикл жіберіп алды. Мына екінші олимпиадасына қатысқалы тұр. Алғашқы 7-8-ші, алғашқы 6-лықтан алып қалар деген ой ғой. Олимпиадта 6-шы орын алу оңай емес қой негізі. Әрине. Қаншама ел қатысады. Қорытып жіберетін болсақ, тәке алтын бола ма биыл? Менің ойымша Қазақстан құрамасы жалпы 1 алтын алатын болар деп ойлаймын. Өзім жеке ойым 1 алтын, 2 күміс, 3 қола деп өзімше көбірек айтып отырмын енді. Менің жеке болжамым. Ал 1 алтынды кім алатын біліп отырсыздар ғой, боксшылардың біреуі алады кім болса да. Қос күмістің де біреуін боксшы алып қалуы мүмкін, қолалардың да бір боксшылар алып қалуы мүмкін. Жаңағыдай. Менің ойым сондай. 1 алтын болса жақсы. Меніңше 2 алтын деп отырмын. 2 алтын енді жүлделер болады ғой әрбір. Бірақ 2 алтын деп отырмын енді. Нақты мүмкіндікке қарап па? Жалпы 2 алтын деп Мен онда 3 алтын деп айтамын деймін ба? Арық сөйлеп семіз шық деген қағида ұстанып отырмын. Шыққан сияқты бір алтын болса оның өзіне қуанамыз. Оның үстіне боксшыларымыздың да соңғы кезде тоқырау бар ма, әлде әлемдік бокс көтеріліп кетті ме, қалай болғанда да бір кездегі менсінбейтін бокстағы қарсыластарымыздың өздері қазір сенсация жасап жатыр. Мықты бапкерлер жұмыс істеп жатыр ол жерде. Ал бокс пен дзюдодан өз басым жақсы жүлде, күмістен алдым. Бапкерлерді 2 алтын болып кетті. Бапкерлерді де ауыстыра береді ғой. Сондықтан 2 алтын, 5-6 қола, 2-3 күміс болады деп ойлаймын өз басым. Енді оның барлығын сайыс көрсетеді. Нәтижені олимпиада білгеннен кейін нақты білетін боламыз. Біздікі тек болжам, біздің ойымыз, біздің үмітіміз алтын дегеніміз. Сондықтан бүгінше рахмет келгендеріңізге, Мәке, Тәке. Олимпиадада кездескенше. Рахмет. Рахмет.